Бұдан кейінгі біздің тоқталатын кездесу осы прелимдардағы ең мықты кездесулердің бірі, өте тартысқа толы кездесу болады деп күтілуде. Яғни ерлер арасындағы 170 фунт салмақта өнер көрсетеді. Дәл қазіргі сәтте рейтингте нөмір 10 орында тұрған. Кезінде UFC 285 турнирінде отандасымыз Шавкат Рахмоновпен өте қан жосаға толы керемет кездесу өткізген Джефф Нил мен оның қарсыласы бұрынғы 155 фунт салмақта чемпион болған бразилиялық Рафаэль дос Аньос арасында өтеді. Өте керемет кездесу. Біз білетіндей, Джефф Нилдің жалпы тік тұрып соғысу стилі, сонымен қатар бокс стилі өте керемет дамыған. Рафаэль дос Аньостың да тік тұрып соғысу стилі одан кем түспейді, бірақ та бұл жауынгердің сонымен қатар күрес стилі мен грэпплинг және де джиу-джитсу стильдері өте жоғары екендігінде атап өтуіміз керек. Сарапшылардың ойы бойынша бұл кездесуде Джефф Нил өте үлкен фаворит болып отыр. Менің ойымша да бұл кездесуде Джефф Нил техникалық нокаут болмаса нокаутпен жеңуі тиіс деп ойлаймын.